Сәлем құрметті көрермендер, Әсемгүлдер каналына қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Аналарыңыз аман болсын, қарындастарыңыз, сіңлілеріңіз, апаларыңыз, қыздарыңыз, әжелеріңіз ажалықты аман болсын, ауырмасын, сырқамасын. Осы пандемия кезде аман есен бұйыртса шығайық. Осылай жылдан жылға келісе берейік. Біздерде міне көріп тұрсаңыздар күн шығып тұр, бірақ қара сол күйі тұр, ерімейді. Күндіз шамалы ереді, кешке қайттан қатып қалады. Бір жағымен сол да жақсы, мүлдем еріп кеткеннен гөрі, себебі қаншама қар көріп тұрсыздар. Бір мезетте бұл кеше емес алды күн ма еріп кетсе, бүгін міне қайттан қатты. Енді мен сіздерге қазір көрсетейін деп тұрғаны мына жерде іште отырып мына петуния гүлі, қазақша шырайгүл дей ме? Шырайгүл десе көбісі шын айтайын білмейді екен, бәрі петуния дейді. Енді бұны мен көріп тұрсыздар, міне күнді жерге қойған жоқпын, себебі күн жерге қойсам шыжғырылып қалады. Міне қарасаңыздар, шана жерден спичкілер тұр, спичкілер ол жаңа бөлек-бөлек қарағаным, ол қайсысы қалай шығады екен деп. Онымен бәрі жақсы шықты, бұл деген бұл тұқым жаңа неде тұрған холодильникте, мұздатқышта қарап тұрғандай өте шығу несі өте керемет. Енді мен бұны не істеуім керек? Бұны енді әрі алдына топырақ салып қойдым. Құмды. Құм не үшін керек? Құм жаңағы черная ножка деген қара не бар, қара аяқ деп мысалына қазір мысалына петуния, сол петунияны мысалы кейде ол петунияның гүлінде болмайды, тек қана перецте де болады, жаңа тәтті да, одан қалды жаңа қызанақты да болады, яғни асты қарайып кетеді де болып қалады, соны жаңағыдай черная ножка деді. Енді мына көріп тұрсаңыздар, топырақ өте дымқыл, сол себепті менің астын жауым керек, бүйтіп араларын ашып кетіп, соны жаңағыдай қазір істейін деп тұрмын. Енді мен құм бар, қазір құмды алып келдім даладан, қазір көрсетейін сіздерге. Міне құм арнайы, яғни соны жаңағыдай ыссы пешке қақтаттым. Қақтатқаннан кейін барып енді мынаған жандарына салып шығып бүйтіп қошайын деп тұрмын. Яғни каждый астын салып қошайын деп тұрмын. Ол не үшін қажет? Жаңағыдай влаганы сақтап тұруға, әрі жаңағыдай сондай аурумен ауырмау үшін қажет болып тұр. Бұл жерде мына жерде әртүрлі түстері бар. Қызыл, ақ, және де мына жағында ең үшеуі тұр ғой. Ол андай жұлдызша сияқты петунияның бірі, яғни ақ, мысалы қызғылт түсті ақ точкалары бар, өте керемет. 3-ақ штук, міне көріп тұрсаңыздар, ең шетінде. Мына жақтарындағылары мына қызыл, ақ, розовый, сондай түстілер. Бұл өзіме өсіруге және де жақындарыма қуантып беруге арналған. Енді қазір бастайын кірісіп жайлап, араларын ашып, мынандай екені өте ыңғайлы, себебі былай шашып тастағаннан көрі осылай жаңағыдай араларын тазарта алмайсыз. Мындай істеп сөйтіп екенмін мен алда, не істемей қарамай ұмытып лақтырып тастаппын. Енді әдейісі осындай биіктен тағы біреуін егуім керек, себебі мынаны өзіме жетпейді. Былтырлары мен осындайдың көп екенмін, биыл кішкене азайттым. Себебі бәріне қанша деймін, күтім керек, қарау керек, үлгеру керек деген сияқты. Бірақ жаз ой сізді қуантып сөйтіп тұрады. Бірақ тұқымы өте кішкентай, сол жері қиын. Міне құлағандары бар, осы құлағандарды орнына орнатып, қазір топырақпен жауып шығайын. Болдым жасап. Мына жерден мыналар құлап кеткен, оларды қазір қозғап жіберем. Міне қарап тұрсаңыздар, бүкіл жерге жаңағыдай құмды салып шықтым. Құмды міндетті түрде жаңағыдай ыссы неге духовка болсын, мыналарын жаңа зиянкестерін өлтіру керек. Содан кейін барып осылай кез келген мысалы қызанақты болсын, тәтті бұрыш болсын, гүлдерді де осылай жауып тастасаңыздар болады құммен. Сонда ғана жаңағыдай артық суды да сорып алады. Өлмеуіне міне көптен септігін сезетсен көрсетіп тұр ма? Мен көрініп тұр ма? Енді қазір қалай ектігін көрсетемін. Жаңағы дрожжированный не болса, тұқым болса, яғни әртүрлі жолдарын көрсетейін деп тұрмын. Жаңағысы кәдімгі суға еккен болса, яғни тез шығатын. Мынаусы кәдімгі мынандай бездрожж, жаңағыдай ұп-ұсақ күйіндегісі тұқым, сол себептен соны қалай егіп, қалай тез шығатын сіздерге көрсетейін. Мысалы топырақты міндетті түрде дүкеннің топырағын қолданамын. Және де бұл жерде міне қар алып келіп тұрмын. Қар қазір тегін кезде қарды алып келіп, сол қарды салайын деп жатырмын. Міне қараңыздар. Қазір қар тегін кезде пайдалану болмаса, ертең болмай қалады. Міне қараңыздар, әбден осылай қарды осылай шалып шығарамыз. Содан кейін барып, ана жаңағы тегістеп бітіп былай еккенсе, анада міне қазір мына жерде кішкене қатты қаруы тап болған екен. Міне араларын ашып, осылай тек ұзынын салып шығамын. Тағы қаралып қойын. Міне қараңыздар, барлығын қойып шықтым. Мына қарларын тағы екінші алып келіп,
теп-тегіс болды. Енді осыған тек ұзыннан тек міне қараңыздар. Осылай қойып, соған тек тұқымдарды салып шығамын. Оны былай мысалы қар болмаса, егер сіздерде қар болмаса, онда обычно жаңағыда айтқандай, осы топырақты осылай сызып аласыздар да, бетіне қойып, содан кейін құммен жауып тастасаңыздар болады. Сонда гүлдеріңіз де тез шығады. Ыстық суға істесеңіздер де болады. Мен сіздерге тағы бір түрін көрсетіп тұрмын. Яғни қардан да өте күшті шығады. Мен сызып қойдым, тек соған тек мынаны аламын да қазір қойып шығамын. Мен салып шықтым. Енді жаңағыдай ана дрожжированный сияқты мысалы айттым ғой, ақ болып нәмнен болып тұрғанда ода көрініп тұрады ғой. Мысалы ода бір тұқымның өзі дөңгелек болып көрініп, үп-үлкен болып тұрады. Енді бұл жерде қараңыздар, енді өте ұсақ. Мен тұқымы петуния көбісі көрмесе, мен петуния тұқымы осындай болады. Қардың үстінде кәдімгідей көрініп тұр, міне қалай болып тұрған. Енді бұны жайлап барымша таяғым қаяқта екен. Барымша бүйтіп қозғауға да болады. Міне осылай итеріп тастауға да, міне көрдіңіздер ме? Барымша өйстіп шығамын. Сонда бәрі бір жерге жиналады. Бірақ барымша мен көрдіңіздер, арасын ашық қылдым. Дымда етпейді. Елебеттен отырғаннан кейін тегістеп шығамыз. Қардан бір жақсы жері осылай көрініп тұрады да. Ең бастысы араларын жаңағыдай ашып қойса болды. Былай неміз. Петуния гүлін ең басында ең бірінші өсірген адамға өте қиын әрине. Одан кейін уже үйреніп кетеді. Бір несі бұған көп уақыт керек. Егер мықты жақсы өрсеңдер, мен сияқты, онда уақыттарыңызды бөлуге дайын боласыздар деп ойдамын. Себебі жаз бойы гүлдейді, қанша жерден бір жылдық болса да. Көп жылдық қылып та істеуге болады, бірақ қанша дейін тұқымға өсіргендегі де гүлдейді деп айта алмаймын, себебі ол деген. Мынау тұқымнан шыққан, ол қанша деген күшті гүлдейді. Егер тұқым керек болса, міндетті түрде алыңыздар. Бір товарларыңыз болса, міндетті түрде маған жіберіп, жарнама жасап беремін. Реклама бойынша да WhatsApp-қа жазсаңыздар, тапсырыс бойынша реклама бойынша WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Так, не айтып жатыр едім? Солай осындай тұқымдар бар. Просто бұның несі осындай бөлек істеу керек болады, амал жоқ. Бірақ так, мына жерлерде көрін, дымда етпейді. Себебі арасы көріп тұрсыздар, кәдімгідей ашық. Ертең сіздерге өскен кезде қандай болғанын көрсететін боламын міндетті түрде. Өте керемет шығады. Оған күмән болмасын. Қар әрі жаңағыдай петуния гүлін суыққа төзімділігін мықты қылады. Мысалы, ертең май айларында замырс қылып қалады аяқ астынан. Күндіз ескі салқындап кететін күндер болады, қар жауатын күндер де болады. Сондай кезде бұл үсіп кетпеуіне бір жылы осы біз алдыңғы жыл емес, одан алдыңғы жыл ма ескі аяз болып кетіп, курткамен жүрген кездер болды. Сол кезде осындай кезде петунияларға соған шыдамды үшін осындай қажет. Бізде енді майдың басында апрель аяқтан да еге береді. Биыл қар әзір ермейтін сияқты. Себебі деген марттың уже ортасына жетіп қалдық. Қарларды үстіне жауып жатыр. Сол себепті білмеймін. Бірақ ерісе моментте ереді, Құдай сақтасын, олай ерімесін. Жайлап ерігені бізге сол қажет. Себебі су алып кету қауіпінен сақтану мақсатында. Ашқандаймын. Міне қараңыздар. Енді бұны міндетті түрде кішкене еріген күтем. Себебі бетін азайғаннан кейін пищевой пленкамен жауып қоямын. Міне көрдіңіздер ғой, міне ұзыннан кетіп бара жатыр. Міне арасы ашық. Ұзыннан кетіп бара, арасында жетті. Мына жерді ашық. Кішкене ысық жіберейін. Бір екеуі кетсе дымда етпейді, ол бір екеуін алып басқа жерге отырғыза қоюға болады. Асыл неме. Аралары ашық болса болды. Себебі жаңағыда не істеуге. Араларына топырақ салуға. Солай каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Тапсырыс беру үшін осындай гүлді алғыңыз келсе, немесе басқа да гүл, қызанақтар егіп басталып, науқаны басталып жатыр. Тәтті бұрыш, барлығында менің WhatsApp арқылы тапсырыс берсеңіздер болады. Магазиннің несінен өте арзан. Кез келген Қазақстанның кез келген жеріне жіберемін. Солай сау болыңыздар. Әлде тағы да бұйыртса жақында да тағы да түсірілімдер болады. Тағы да мейрамдаңызбен.